Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Арай. Бүгін майсыз, онсыз пайдалы пирог дайындаймыз. Сұлы жармасын жақсылап жуып аламыз. Үстіне қайнаған ыстық сүт құямыз. Шетке қоямыз. 2 штук бананды шанышқымен еземіз, немесе блендерде езуге болады. Басқа ыдысқа салып, үстіне 2 жұмыртқа жарып араластырамыз. Шым-шым тұз қосамыз. Біркелкі масса шығу үшін какаоны електен өткізу керек. Енді бәрін венчикпен жақсылап араластырамыз. Қанттың орнына 1 шай қасық бал қостым. Қоспасаңыздар да болады. Мен тәтті болғанын қалаймын. Егер бал болмаса, онда оның орнына 1 шай қасық қант қоссаңыздар болады. Үстіне жаңағы сүтке бұқтырылған сұлы жармасын және қопсытқыш қосып араластырамыз. Менде силиконды форма. Жабысып қалама деп қорқып, ішін майлап, жан-жағына ұн септім. Форманың диаметрі 16 см. Болмаса, пергамент қағазын қолдансаңыздар болады. Массаны формаға құйып, қыздырылған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Шоколадты глазур жасау үшін сүтке шоколад қосамыз. Менде қара шоколад. Отқа қойып, ерігенше дейін араластырамыз. Глазурды үстіне құямыз. Одан кейін мен тоңазытқышта пирогты 1 сағаттай ұстадым. Ол міндетті емес, ыстық күйінде одан да дәмді болады деп ойлаймын. Сұлы жармасынан пайдалы пирог дайын. Өте керемет шықты. Шынымен де маған дәмі ұнады. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.